Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Қазақ тілі пәні. 2-ші курс. Оқытушы Алтынгужинова Жанар Бекешевна. Сабақтың лексикалық тақырыбы менің мамандығым. Сабағымыздың грамматикалық тақырыбы қос сөздер. Сабақтың мақсаты: бірінші, білімділік. Студенттерге мамандық ұғымы, мамандық түрлері туралы ой өрістерін кеңейту. Мамандықтың адам өміріндегі маңызы, мамандық таңдау үлкен жауапкершілікті талап ететіндігі туралы түсініктерін қалыптастыру. Грамматикалық тақырып қос сөздер туралы мәлімет беру. Екінші, дамытушылық. Өздерінің қызығушылықтары, икемділігі, бейімділігіне сай мамандық таңдау қабілеттерін дамыту. Үшінші, тәрбиелік. Өз отанына, еліне адал қызмет ететін, еліміздің болашағы үшін аянбай еңбек ететін азамат тәрбиелеу. Сабағымды Жүсіпбек Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзінен бастағым келіп отыр. Мамандық сөзіне анықтама беріп кетейін. Профессия латын сөзінен шыққан, профессия анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Мамандық таңдау, тағдырыңды таңдау деген сөз. Балалар, бірінші мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Мәтінді оқисыздар. Содан соң мәтін бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші, мамандық дегеніміз не? Екінші, мамандықтың түрлерін ата. Үшінші, жақсы маман иесі болу үшін адам нені ескеруі қажет? Төртінші, мамандықтың бірнеше түрін меңгерген қажет деп ойлайсыздар ма? Бесінші, қоғамда сұранысқа ие мамандықтар қандай? Алтыншы, өзінің мәнін жоғалтпайтын қандай мамандықтар? Жетінші, жаңа заман талабына сай мамандықтың тууы немен байланысты? Сегізінші, сен жақсы маман иесі атанып, сол еңбегінің жемісін көру үшін не істейсің? Сабағымыздың грамматикалық тақырыбы қос сөздер. Бір сөздің қайталанып айтылуы немесе қосарлануы арқылы жасалатын сөздерді қос сөздер дейміз. Қос сөздер дефис арқылы жасалады. Мысалы, бала шаға, ата ана. Қос сөздер жасалу тәсіліне қарай екі түрге бөлінеді. Бірінші, қайталама қос сөздер, екінші, қосарлама қос сөздер. Қайталама қос сөздер бір сөздің қайталану арқылы жасалады. Олардың сыңарлары қосымшасыз да, қосымшамен де қайталана береді. Мысалы, жалп-жалп, үйден-үйге, көзбе-көз, тау-тау, үйір-үйір, тағы басқа. Қосарлама қос сөздер екі сыңары екі түрлі болып келеді. Қосарлама қос сөздер мағынасы жақын сөздерден жасалады. Мысалы, ата-ана, ел-жұрт, құрал-сайман, тағы басқа. Екінші тапсырма. Төменде берілген суреттер бойынша мамандық атауларын жазып, орыс тіліне аударасыздар. Содан соң қос сөздерді қатыстырып, мамандық тақырыбына диалог құрастырасыздар. Үшінші тапсырма. Мамандыққа байланысты мақал-мәтелдерді оқып, мағынасын түсіндіресіздер. Орыс тіліне аударасыздар. Қос сөздерді теріп жазып, түрін ажыратасыздар. Алуан кәсіп бар, таңдай білде талап қыл. Еңбексіз ел кезгенің, ар ұяттан безгенің. Ерінбей еңбек істесен, етек жеңін кеңейер. Етек жеңін кеңейсе, терезең жұртпен теңейер. Үйге тапсырма. Мамандығым, мақтанышым тақырыбына қос сөздерді қатыстырып, эссе жазу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.